Бәріңізге сәлем достар. Көшпелі халықтар арасында алғаш рет империя қалыптастыра білген Қытайларға салық төлетіп, Орта Азияны өз билігінде ұстаған Мүде Қаған жайлы не білеміз? Ол билік үшін өз әкесін өлтіргені рас па? Осы және өзге де қызықты ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Мүде Қаған біздің жыл санауымыздан бұрын 234 жылы Түмен ханның үлкен ұлы болып дүниеге келеді. Оны қазіргі таңда кейбірі Мүде десе, Османлы тарихшылары түркілердің арғы тегі ретінде Оғыз Қаған деп атайтын болған. Бірақ өкініштісі, Мүде Қаған жайлы түркі елдерінде тек аңыз әңгімелері ғана тарихтан тарихқа жетіп отырған болса, Мүде Қағанның ерлігі мен батырлығы Қытай және қазіргі моңғол жазбаларында Мудун Шануи деген есіммен кездеседі. Әрі Мүде Қағанды тек түркілер ғана емес, моңғолдар да өзінің арғы тегі, ата-бабасы деп біледі. Бала кезінен әскери өнерге құмар болып, өзінің жасы кішкентай болуына қарамастан, өзінен әлде қайда үлкен әрі мықты жандармен жекпе-жекке шығуға еш тайсалмайтын еді. Ол жастайынан ат үстінде жүріп, садақ атудың шебері болды. Бұл сол уақытта ғұндар үшін қарапайым үрдіс саналғанымен, көршілес Қытай олардың асқа, мерген әрі керемет қылыш ұстау шеберлігіне таңданып та, қызғанып та қарайтын еді. Қытайлар, егер оларды біз құртпасақ, олар бізді жоқ етеді деп қорыққандықтан, жылдар бойы тыңғылықты дайындық жүргізіп, ақыры ғұндардың жеріне тұтқиылда басып кіріп, жерінің біраз бөлігін жаулап алып, Түмен патша уақытша кері шегінеді. Түмен Қаған да осал жан емес еді, себебі ол Орта Азияда бір-біріне бағынбай, бас-басына би болған 24 ғұн тайпасын өз туының астына біріктіре алған алғыр адам еді. Қытайлықтар осы себепті де ғұндардың ат үстіндегі садақшыларынан қорғану үшін қазіргі ұлы Қытай қорғанын салдыртқан болатын. Бұл уақытта Мүде де ер жетіп, әкесінің ізін жалғар жасқа жетіп қалған болатын. Бірақ әкесінің қытайлық екінші әйелі Мүдені емес, өз ұлын таққа әкелу үшін Түмен Қағанның басын айналдырып, өз дегенін жасатады. Нақтырақ айтар болсақ, көршілес Юечи еліне кепіл ретінде жіберіп, әкесі артынша осы елге шабуыл жасайды. Әкесінің опасыздығын білген бойда, Мүде ол елден әзер дегенде қашып шығады. Мүде осылайша еліне аман есен оралып, ештеңе болмағандай әкесіне келеді. Әкесі де өз қателігін ұғынып, оның билігіне 10 000 әскерін береді. Осы сәттен бастап, Мүде ғасырдан ғасырға жалғасқан мықты әскери тәртіп қалыптастырды. Ол өз жебелеріне тесік сүйекті тағып қоятын. Осылайша ол әскеріне, мен мына жебені атқанда ысқырық дыбыс шығады, сендер де сол дыбыс шыққан жаққа ойланбастан оқ атуларың қажет. Олай болмаған жағдайда жазаларың өлім дейді. Дәл осы тәртіп арқылы Мүде өзінің аңшы құсын, астындағы атын, тіптен әйелін де өлтіреді. Қолына жебесін алмағандардың жазасы өлім еді. Ақырында Мүде өз әкесін де дәл осылай өлтіріп, кезіндегі опасыздығының есесін қайтарып, біздің жыл санауымыздан бұрын 209 жылы таққа өзі келеді. Билік қолына тиесімен ең бірінші әскери реформаны қайта құрып, бас қолбасшы, мыңбасы, жүзбасы, онбасын тағайындады. Әрі барлық сарбаз өз қолбасшысына қарсы келмей, мүлксіз бағынуға міндетті болып саналды. Әрі барлық жігіттер әскер қатарына алынуы міндетті болып есептелді. Осы талаптардан кейін Мүде Қағанның әскер саны 300 000-ға жетіп, көршілес елдерге өз жорығын бастады. Ол кезінде өздерінен қорғану үшін салынған ұлы Қытай қорғанынан әріге өтіп, Қытай елін билеп төстеді. Бұл оқиға олардың тарихында қорқынышты жылдар деген атаумен аталады. Мүде Қытайды жаулап алса да, олардың жерінде тұрақтамай, тек салық төлейтін етіп кетіп қалады. Оған себеп
Қытайлардың өмір сүру дәстүрі мен олардың санының көп болуы түріктерге түркілікті ұмыттырып жібереді деп қорқуы еді. Мөде айналасын толық жаулап, қазіргі Ресей, Қытай, Моңғолия, Индия, Сирия жерлеріне дейін жаулап, өз билігін жүргізді. Мөде өз елін тек әскери күшпен ғана емес, экономикалық тұрғыда да мықты қылып жасай білді. Ол Түркістандағы сауда орындарына билігін жүргізіп, жаңа қалалар соқтырды. Осыдан кейін ол тек әскери жасақ қана емес, білімді, сауатты адамдарды да жинап, әкімшілік жүйені жолға қойды. Себебі ол барлық істі тек қан төгумен шеше алмайтынын жақсы түсінді. Мөде қаған өзі билік құрған уақытта ата-баба дәстүрлерін ескере отырып, қылмыскерлерді жазалау тәртібінде құрды. Қытай жазбаларына сүйенсек, егер біреу ұрлық жасаса, дүние мүлкі тәркіленеді. Ұсақ қылмыстар үшін адамның бетін тіліп жазалайды. Елін сатқандар үшін жаза дарға асу сынды жазаларды енгізеді. Ол 35 жыл билік құрғанда осылардың барлығын жүйеге келтіріп, артында ешкім тең келе алмайтын бір империя қалдырып, жыл санауымыздан бұрын 174 жылы қайтыс болады. Бірақ Мөде қағанды ең ұлы қылған дүние түркілерге империя, мемлекет түсінігін қалыптастыруы, әрі жердің, отанның қадірін білуі еді. Видео ұнаған болса, арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.